Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 2023 жыл бізде қоян жылы, соған байланысты өте оңай жасалынатын ойын түрімен бөліскім келіп тұр. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанында қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Бізге қоян ойынын жасау үшін осындай қаймақтың ыдысы керек болады. Үлкен, кішкентай айырмашылығы жоқ. Және де бізде қоян немен тамақтанады? Сәбізбен. Сәбізді мен арнайы балаға ұстау ыңғайлы болу үшін осылай кішкене қалың қылдым. Және сіздер балаларыңыз мысалы 1 жастағы болатын болса, кішкене ұзынырақ қылып жасасаңыздар болады. Балаға ұсталуына ыңғайлы болу үшін. Одан кейін осындай фломастер, қағаз және де қайшы керек болады. Ары қарай процестің барлығын видеода толық көрсететін боламын, иншалла. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге қаймақтың қақпағын алып, оны ақ бетімізге бастырып алып, қоянның басын жасап алуымыз қажет болады. Видеода қалай жасалуы керек екендігі көрсетіліп тұр. Бұл шамамен сіздің 1,5-2 минут уақытыңызды алатын болады. Бұл ойынды 1-2 жастағы балаларға ұсынсаңыз өте қызықты болады. Бұл ойын арқылы сонымен қатар баланың сөздік қорын кеңейтуге, ұсақ моторикасын дамытуға болады. Құрметті канал қонақтары, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанында қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Бұл сіздің алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін жасалынатын әрекет. Ал егер дәл осы видео ойын сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Бұл қазақша контенттің дамуына қосқан сіздің үлесіңіз болып табылады. Қоянның басының формасын келтіріп алғаннан кейін құлағын барлығын кесіп алып, кішкене пішін келтіру үшін көзін, мұрнын барлығын саламыз да қақпаққа сәйкестендіріп аламыз. Кейіннен аузын қайшының көмегімен кішкене кесіп алатын боламыз. Мінекей біздің сүп-сүйкімді әппақ қоянымыз дайын болды. Енді баламызға ұсына берсек болады. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қоянға тамағынды бере қой енді. Қоянға тамағын бер. Не жеп жатыр қоян? Қоян сәбіз жейді. Иә. Не жеп жатыр екен? Ням-ням-ням. Иә, сәбіз. Ой, қалды. Ой, ашылып қалды. Абыз үйе, сәбіз жатыр ішінде. Давай, салайық ішіне. Қазір мен бетін жабайын. Май, ням-ням-ням деп аузын айтып тұр. Аузын сәйкестендіріп алайық. Бер сәбіз. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Иә, ашпа. Жоқ, енді ол аузымен жейді ғой. Аузымен сәбізді жейді ғой. Иә, аузымен жейді. Ням-ням-ням. Оу. Мінекей біздің ойынымыз осымен аяқталды. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Егер де кішкентай балалары бар туысқандарыңыз, достарыңыз, құрбыларыңыз болса, жіберуді ұмытпаңыздар. Олар да осындай қызықты ойынды бірге ойнасын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.